Бүгін біз осындай жұмсақ бір жасағанда шығатын творожный пирог, яғни сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Ең әуелі құрамын барлығын алдын ала өлшеп дайындап алыңыздар. Мен алдын ала ситадан өткізіп қойған ұнымды осындай таза ыдысқа салатын боламын. Оның үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ майымызды саламыз. Май осындай өз формасында жұмсақ болып тұру керек. Үстіне қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ұн мен майды жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай крошка болып шығу керек. Бір жұмыртқамызды шағып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап бір араластырып жіберіп, осы ұнымызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қоюды ұмытпаңыздар. Ұнымызға құйып, қолымыз бітпен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыры болады. Артық ұн қоспаңыздар, қатты болып кетуі мүмкін. Толыққанды құрамын төменге қалдырдым. Сол жерден қарап көре аласыздар. Алдын ала дайындап қойған сүзбелі ірімшігімізге, творогымызға, яғни бір жұмыртқамызды, қантымызды, қаймағымызды және де кішкене ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Шанышқының көмегімен немесе қасықтың көмегімен де араластырсаңыздар болады. Менде осындай блендер болғандықтан мен блендермен араластырып жібердім. Мінекей осындай болып шығады. Енді ұнымызды формаға орналастыратын боламыз. Өздеріңізде қандай форма болса, соған жасай берсеңіздер болады. Менде осындай 24 диаметрлі осындай форма. Қолымыздың көмегімен ақырындап отырып осылай формасына жақсылап орналастыратын боламыз. Мінекей осындай болу керек. Шанышқымен осылай жасадым. Үстіне осы дайындаған сұйықтығымызды құйып, 180 градусқа 10-15 минутта пісетін болады. Шеті қызарып, беті сәл сарғайғанда алсаңыздар болады. Мінекей достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақ каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.